Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 30 минутта жасалатын өте дәмді банофи пай деп аталатын пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бұл пирогтың жасалу жолы өте оңай. Бізге бар болғаны осындай песочный печенье қажет болады. Оны блендердің көмегімен ұнтақтап аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, салопан пакетке салып, оқтаудың көмегімен майдалап езіп алсаңыздар болады. Бізде осындай крошкалар пайда болу керек. Дайын болған крошкемізді кеңірек ыдысымызға саламыз. Олардың үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Силиконды күрекшенің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Пирогтың основасы дайын болғанын білу үшін қолымызға осылай қысамыз, сол кезде ол формасын ұстап тұру керек. Егер шашылып кеткен жағдайда аз мөлшерде сүт немесе сары май құйып жесеңіздер болады. Дайын болған қамырымызды формамызға саламыз. Бортиктерін бәрін жасап аламыз. Стаканның көмегімен, қасықтың көмегімен жасай беруге де болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізде осындай дайын форма болады. Тоңазтқышқа салып қоямыз. Енді кремін дайындаймыз. Бұл жерде менде классикалық крем, яғни сүзбелі ірімшік, шекер, кілегей барлығын бір масса болғанша, қоюланғанша араластырамыз. Крем өзінің формасын ұстап тұру қажет. Тоңазтқыштағы формамызды алып, ең астына варенкамызды құйып шығамыз. Варенкамыздың үстінен осылай кесілген банандарымызды қойып шығамыз. Банандарымызды қойып болған соң, жаңағы кремімізді кондитерлік қалташаға 808 номермен осылай видеода көрсетілгендей қойып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай, көп уақытты қажет етпейтін пирог. Ең соңында бетіне осылай какао ұнтағын сеуіп шығамыз. Тоңазтқышқа, яғни холодильникке кем дегенде 4-6 сағатқа салып қоямыз. Бір түнге қойып қойсаңыздар да дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Міне біздің банофи пайымыз дайын, дәмі өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.